42.500 теңгеге қалай бизнес ашуға болады? Сатудың маңызы Toy Driver, 100 грамм, IT, Астана Хаб. Осының барлығы бүгінгі біздің интервьюде. Жандос Тұрсынбаев бізде қонақта. Бастамас бұрын каналға қосылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Кеттік, пайдалы болады деген үміттемін. Сұрақ туындауы мүмкін, мына жігіт кім? Менің представлениемда Жандос деген бұл белгілі сценарист, кадрдың артында үлкен жұмысты атқарып жүрген жігіт. Бірақ та енді кәсіп әлемінде, жалпы өзіңіздің қазіргі позиционированияңыз түсіндіріп жіберсеңіз көрерменге, и дальше әңгімемізді жалғастырамыз. Қазір көбінесе IT-шілік шығармын. IT сферасында технология арқылы бизнеспен айналысатын адам ретінде қазір көбіне продакшн емес, сценарий емес, креатив емес, көбінесе керісінше жаңағы IT бизнесіндамын деп айта аламын. Себебі өзімізде екі стартап бар. Біреуі 100 грамм деп аталады, біреуі Toy Driver, біреуі жаңағы артистер мен ресторан тез табу үшін арналған стартап. Екіншісі дәл сондай технологиямен тек көлікте жаңағы автообслуживание дейді ғой. Сол тез СТО мен қосалқы бөлшектерді сатушыларын табуға арналған стартап. Жандос шығармашылық әлемінде жүрген, КВН саласында да болған Жандос қалай IT-ға келді? Мысалы үшін, маған өзіме де қызықты, мен мысалы үшін вайнермін, мен ертең условно осылай Астана Хабтың ортасында отырып бір жобалар жасай аламын ба? Бұндай қалай келді өз жолында? Маған Toy Driver көмектесті. Себебі кез келген КВН ойнайтын жігіт, біз мысалы түнгі студияны ойлап тауып жазбасқан кезде бізге Алматыдан Астанаға көшу керек болды. Ал енді барлық сценаристер той өткізеді ғой, корпоративтар жүргізеді. Бұрынғы заказчиктар олар Алматыда қалып қойды. И каждый раз жаңағы ұшып келу керек, ұшып бару керек, ана жақта түнгі студияның съемкасы болатыр, уже ұйықтамайсың, көз ісіп кеткен, ана жаққа еще заказға бару керек күнде. И мен сонда ойладым, мен заказчиктарым Астанадан болу керек. Ал Астанада өзінің бір кішігірім комьюнити дейді ғой, бір-бірін жақсы танитын орта бар, бірақ сені кіргізбейді онда. Сен там особо никто. А бірақ чектарына қарап қойсаң, былай қарап қойсаң, олардікі Астанадан да, Алматыдан да қымбатта, бірақ сендердің істеп жатқан конкурстарын былай қарасаң, не самого лучшего качества, но почему-то сендер сосын ойлайсың да, интернет бар, заказчик бар. Жаңағы неге мен жаңағы қоғамнан қатты зависеть должен дейсің да, и мен сонда ойладым, бізде просто бір платформа жоқ, жаңағы соңғы заказчик пен исполнителдің бір-бірін көретін платформа жоқ. Содан Toy Driver ойланып табылды. Сонда IT маманы болу үшін бір негізінен өзіңнің ролің бойынша мамандық керегі жоқ қой сонда? Жоқ, керек емес. Командадағы роліңіз қандай? Менің командадағы ролім, мен SEO. SEO деген ол? Шеф-экзекутив, главный деп айтсайшы. Мен SEO-ны түсініп тұрмын. Өзім проектында мен басшымын. Менен кейін маркетинг бар, разработка бар, отдел продаж бар, уже жаңағы отделдар уже менің астына. Сізден сонда баспен жұмыс, көбінесе? Көбінесе стратегический, да, көбінесе стратегия жағы, көбінесе қандай рыноктың жаңағы дауысын тыңдап, қалай ары қарай жасаймыз дейтін шешімдердің барлығы менде. Былайша айтқанда біздің әлеммен есептесек, мүмкін бір продюсер сияқты. Ол негізі продюсерлік жұмыс. Продюсерлік жұмыс деген не? Ол кез келген нәрсені білу, білмесен жаңағы білетін адамды тауып, соның жұмысын ұйымдастыру. IT-да дәл солай. Мен өзім программист емес, мен кодировать вообще не умею. Мен қалай кодтың жазылатын, мен білем, не кодировать ету керектің, қандай тілдері бар, қандай тілдері жақсы жасаған, жаңағы архитектураны дұрыс қалай істейін, архитектураның жаңағы немесін білем, а былай өзім кодировать етуді мен түсінбеймін. Демек, бір нақты мамандықты бітіріп, қаншалықты маңызды бітіруі керек па, или былай да бола ма негізі? Жоқ, бизнесмен болу үшін мен ойымша дәл бір мамандықты бітіру міндетті емес. Қазіргі МАП, мысалы, бизнес академия, оны бітірсеңіз әрине ол мықты болады. Бірақ егер сіз еңбек сабағын мұғалім болып бітіріп, одан кейін болды, мен еңбек сабағын мұғалім, бизнесмен болмаймын десем, ол қате. Кез келген адам бизнесмен болады. Еңбек сабағын мұғалімі ертең IT-да SEO болып кету мүмкіндігі де бар ма? Әрине. Өмір ғой, бәрі мүмкін. Окей. Астана Хабта отырмыз. Лукашенко да жүрді ғой. Жем жақсы. Астана Хабта отырмыз. Қалай мұнда кіру керек? Сізде IT проект болу керек. Окей. IT проект болу керек. Жаңағы жігіттерге айтып атқаным, жүзі сексизм, жігіттер мен қыздарға айтып атқаным, сіздерде IT проект болу керек. Ол IT проекттің
То есть сен жай ғана мысалы бірдеңке сатып жүрмін деп, Инстаграм арқылы, страница арқылы сатып жүрмін деп мұнда келе алмайсыз. Сізде IT составляющий болу керек. Сіздің бизнесіңіз IT технология арқылы шешіліп жатса, сіз мына жаққа тапсырыс бересіз, сізді тексереді, одан кейін өздерінің мектептен лақтыруы мүмкін. Егер өтсеңіз, сол мектепте сіз инкубатор либо акселератор көбінесе 3 ай бойы жүреді. Сол кезінде сізге көмектеседі. Ол идеяны ары қарай өсіру үшін, егер соған сіз өтсеңіз, онда сізге орын береді. Мектеп оқушыларына немесе бастапқы кәсіпкерлерге вообще акселератор деген сөзбен танысқан актуально деп ойлаймын. Себебі мен өзім мысалы 1 жыл бұрын ғана білдім акселератор деген не екенін. Оның алдында көресің, Billions кино көресің, акселератор анау не акселератор деген роль қандай? Дәл ол образовалка. Жаңағы білім, бірақ акселератордың басқа образовалкалардан айырмашылығы сенің бизнесің дәл осы 3 ай ішінде өзгеру керек. Сен жай ғана теорияны алып, одан кейін экзамен тапсырғаннан кейін өзім білем, бірдеңке істеймін ба, істемеймін ба деген болмайды. Сен бір состояниеде кіресің, сосын 3 айға дейін өзің целіңді қоясың да, жаңағы бизнес-трекерлер саған көмектеседі. Сол 3 ай бойында сен бизнесің өзгеру керек. Тек теориясын алып, одан кейін өзгертем деген жоқ. Ақша таба бастау керек па? Не только ақша табу. Бывает проекттер, мысалы, 1,5 жылдан кейін ғана ақша табуға болады. Но сен жаңағы четко қойған қадамдарыңа сен жетуің керек жаңағы бизнес-трекеріне. Егер сен қозғалмасаң, стагнация болса, условно ешқандай движение жоқ, ешқандай қозғалыс жоқ, жақсы хабарлар жоқ, сен түк зерттеп жатқан жоқсың, алды қарай ұмтылып жатқан жоқсың, онда сен алып тастайды. Менің әкем, мен мектеп оқып жүрген кезде маған айтқан, айтишник бол, мықты деп. Мен ол кезде IT деген мен үшін ана бір ядерный физика деген сияқты қиын установка болды да. И мен жоқ деп туризмға тапсыра салдым мысалы үшін. Бірақ қазір, оказывается, соның айналасында жүрмін, образовательный проекттер, қаншалықты потенциально бұл нәрсе школьниктарға неге айналысу керек айтады, рок-н-ролл, айтишники, там, кайф деп. Ну, кадровый жаңағы жетпейді деп жатыр, соған мүмкін. Жоқ, мен басқалай түсетін. Бизнеспен айналысын да. Осы көріп отырған көрермендер бизнеспен айналысын. Өйткені IT сам по себе не бизнес. IT ол инструмент. Сіз бизнесіңізге IT-ді қосып, өзіңіздің бизнесіңізді жақсы жүргізе аласыз. Бірақ дәл IT-ға жаңағыдай сыйынып, оған құдайдай қарап, IT ол жай ғана жаңағы плоскогубцы, отвертка сияқты инструмент. Кез келген бизнесқа фраза шығады, IT плоскогубцы сияқты инструмент. Дәл солай шықсын, короче. Кез келген жаңағы жас балаларға айтатыным, жігіттер, сіздер бірінші лучше бизнесмен болыңыздар. Ал егер бар бизнесіңіз уже болса, сіздер постарайтесь соған IT-ді енгізуге. Өйткені сізге завод керек емес 300 адамнан. Ол жұмысты 3 адам жасай алады, егер сіздің жаңағы технологияңыз дұрыс болса. IT десе, маған бір андай қиын нәрселер, қиын сөздер есіме келеді. СТО, той. Вообще қарапайым приземленный нәрселер. Қалай ол IT-ға келді вообще? СТО мен 100 грамм той драйвердің ұқсас нәрсесі өте көп. Бір технология, бір команда, бір проблема, бір шешім, тек клиент қана әртүрлі. Окей. Мысалы, қалай той драйвер жұмыс жасайды? Той жасағысы келген адам көрсетеді, қандай той жасап жатқанын, қанша адам екенін, кім керегін көрсетеді, заявканы жібереді, и 3 минуттың ішінде тек бос, тек заинтересованный артистпен ресторандардан бағасын алады. Ол бірден сразу бағасын көріп тұрады. Артистер жақсы көреді ғой, кездесу керек, сөйлесек дегенді. Біз заставляем оларға бірінші бағасын көрсетіп, одан кейін егер клиент заинтересуется, рейтингіңді, фотоңды, видеоңды көреді, описаниеңді көреді, одан кейін егер оған қызық болса, ол саған хабарласады. Отклик жібереді тоже 2 секунд. 100 грамм дәл солай, тек автолюбитель мен СТО және қосалқы бөлшектер сататын адамдар. Автолюбитель көрсетеді қандай машина, несі сынған, заявканы жібереді, барлық СТО-лар мен қосалқы бөлшек сататын сатушылар өзінің бағасын жіберіп 5 минуттың ішінде ол уже откликтарды ала бастайды. Тек кім осы проблеманы шеше алады, кімде осы запчасть бар, олар бағасын көрсетеді, сен уже бағаларымен расстояние арқылы таңдайсың кімге баратын. Ол жерде бірден отзыв рейтингтер болады, бұған дейінгі обслуживание жасалған адамдардың сен жұмысын көріп, жаңа дәл қай СТОшникқа баратыныңды таба аласың. Егер 100 граммды айтатын болсақ, мысалы, бізде Қазақстанда 4 миллион машина. 4 миллион машина. 18 миллион адамға алып қарайтын болсаңыз, бұл өте көп. Европада, Америкада на душу населения коэффициент дейді ғой, ондай жоқ.
бізде қазақтар машинамен тойды керемет жақсы көреді. Біз негізі қазақша стартаппен ғана. Қазақша стартап. Енді қазы туралы бір стартап ойлап тапсақ, полный комплект болады. Бизнес по-казахски деген ауыл ашуға болады. Немене, процесстер түсінікті. Кәсіпкер ретінде Жандос немен ақша табады сол кезде? 100 граммнан и той драйверден. Әртістер мен ресторандар сосын СТО-лар төлейді бізге. Комиссия ма или қалай болады? Подписка дейді ғой. Ай сайын мысалы 15 мыңнан 150 мыңға дейінгі ақшаны олар төлейді. Ал клиент өзінің тапсырысын жіберіп, жаңағы әртістермен сөйлесетін клиентқа барлығы тегін. Окей. Қандай больдар бар мысалы үшін? Қарапайым машина, вообще қарапайым нәрседен мен көз қарасым бойынша мен үшін СТО деген ол примерно картаны ашып, немесе ар жаққа Бөгенбай көшесінен ар жақ қалан шетіне барып іздеу, немесе той деген тәтем тойы болып жатыр, маған тамададан ақ қалады, осыны шақыру керек мен тойыма деген. Ол қымбат деген. Иә, мысалы үшін қандай больдар бар өздерінен? Клиенттің больдары, мысалы, classified дейді ғой, каталогтар обычный. Classified'тың қандай больдары бар? Сіз мысалы аласыда фильтрға тересіз кім керегін, сізге список шығады. Ол списоктың координаты аңдайсыз да сіз. Менде осындай машина, ол саған вин кодын лақтырып, ол трубканы алмау мүмкін, ол қайтып звондау мүмкін. Сіз каждыйға по списку өзіңіз звондайсыз. Сіз ақшаны өзіңіз төлеп отырсыз. Неге сіз біреуді іздеуіңіз керексіз? Сіз төлеп отырсыз ғой, сізді іздеу керек. Бұл вообще развитие 2.0 менің ойымша. Бізде мысалы тапсырыс жібергенде оған тек қолы бостар және осы проблеманы шеше алатын СТО-лар ғана звондайды. Клиентке ориентированы уже. Иә, ол клиентқа. Клиент не должен в этом разбираться. Клиент просто айтады, мен осы жерім ауырып тұр, сен уже оған таблетка алып бересің жаңағы. Біз осы, бізде осы модель выигрышный деп мен санаймын. Тойда да то же самое. Әрбіреуге өзің звондауың керек, келісуің керек, ол саған еще бағасын айтпайды. Тәте бізге кездесу керек, давайте там. Сен мысалы 20 артистің 20-мен кездессең қанша күн ол? Ал біз сразу айтамыз, сен анау иә, ол қаншама жұмыс, ол қаншама анау жерде өзің продюсер болып келесің ана жерде. Ансамбль жинап жүрген сияқтысың, еще оның бәрін записывать надо, еще ты в этом не разбираешься. Сондықтан бізде тоже жаңағы заявканы жіберіп бағасын алған кезде ол 3 минуттық нәрсе. Біз в первую очередь решаем боль скорости и выбора в цене для клиентов. Но еще маркетплейс болғаннан кейін Жандос жобалар жасаған кезде больдарды зерттеп соған решение бере ме, әлде өзі бірінші предложение, потом уже спрос? Мен бірінші больдарды зерттеген кейін мен бірінші айтамын, осы точно боль деймін. Одан кейін тест жасаймын. Айтамын, давай, чуваки, бірінші сразу разработкаға кірмейік, өйткені программисттардың уақыты өте қымбат. Олардың жаңағы қанша уақытпен мынандай жобаны жазып шығу негізінен? Ну, сіздерге, если сіз новичок болсаңыз, 1-2 жыл кетеді по-любому. Өйткені сіз бірден сразу рабочий прототип жасай алмайсыз. Сондықтан бізді неге үйретті? Ең жақсысы бірден разработкаға емес, бірінші қолмен протестить можно. Мен недавно зерде түсірген кезде бір мысал айттым, мен бір қол астымда істеп жүрген жігіт айтты, мен өстім, өзімнің бизнесімді жасағым келеді, короче, осылай. Айтты, жақсы, көмек керек па, не жасайсың? Ол айтты, мен лофт жасайтын, мебель жасайтын адамдар, цех ашам дейді. Өйткені Астанада жиһаз бар, бірақ дәл лофт стилінде жасайтын цехтар жоқ деді. Сосын ол өзінше адам іздеп жүр, цехқа орын іздеп жүр. Я говорю, давай сен так сделаешь. Сен просто он мебельді сатып жүрші. Не надо что-то цех открывать. Просто возьми у конкурентов, купи и продай. Просто сделай бір страничный лендинг и продай. Осыны если продашь, мен саған көмектесемін. Гипотезаны тест жаса деді. Тест жаса. Он прошел месяц, ни одну не продал. Енді ол цех ашса, қаншама адамдардың жұмысын орналастырып, жаңағы адамдардың жұмысын полностью организовать еткеннен кейін қаншама қаражатқа жанып кету мүмкін еді ол. Сондықтан кез келген идеяны жаңағы минимальный крой тексеруге болады. Қанша ақша керек минимальный продукт жасау үшін? Мен 20 жастағы баламын, например, менде бір идея бар, IT емес. 100 мың максимум. Максимум 100 мың. Оның ішіне не кіреді 100 мың ішіне? Ол енді жаңағыдай алда, біреуден сатып алда, сатып жер просто. Саған 50 мың одностраничный сайтқа кетеді, 50 мың сол саған единицаға кетеді. Все, ты можешь проверить. Өйткені надо понимать, кез келген нәрсе не жасамасаң да соңында сату керек. Мүмкін сен жынды жасайтын шығарсың, бірақ сата алмайсың. Сата алмайсың не из-за того, что мүмкін сен сатуды білмейсің, а мүмкін вообще рынокқа керек емес. Сен қазір алып екінші спиннер жасамайсың ғой. Карантин болды. Той тоқтады. Өте актуальный сұрақ бізге. Қалай болып жатыр той драйвер? Бизнеста ең жаман сан білесің бе қандай? Қандай? Бір. Ол не деген сөз? Бір бизнес, бір проект, бір ноутбук, бір разработчик, бір продюсер, бір
біреу түсіп қалды ма болды отырасың осылай. Біз құдайға шүкір 2 стартапымыз бар, пока тойдрайвер жатқан кезде біз 100 грамм жасай береміз, и біз в кадах, в бизнесе, во всем выросли. Мысалы тойдрайвер қазір, тойдрайвер ішінде заказа жүріп жатыр. Просто мен не могу жарнаманы қосуға, өйткені адамдар ауырып жатыр, өліп жатыр, сен еще оған способствовать, давай скрытый той жасайық деп енді рекламаны қосып қоймайсың ғой. Сондықтан қолымызды байлап қойды, жарнамасын жасамаймыз, бірақ негізі тойдрайвердің ішінде какое-то движение болып жатыр. Клиент, ең бірінші кірген клиент осы ақмау келеді. Найди историю запчасть за 3 минут. Мынау аха момент деп аталады. Аха момент. Мысалы мынау, Uber'да сен кірген кезде бірінші не көресің? Менде Яндекс. Ну, Яндекста кірген кезде бірінші не көресің? Карта и машина. Сенің миың 3 секундта ага деп түсінеді да, уже біледі қалай жұмыс істеу керек соны. Өйткені мынау машина, оны можно заказать деп бірден түсінеді. Хотя ол муляжный машина, сен білмеген шығарсың. Қойш, ана жерде жүрген Ол машиналар. машиналар, чтобы твой мозг просто догнал быстро. Сенің миың 3 секундта бұл приложение не үшін екенін түсінеді. Сондықтан, жаңа мен саған айттым ғой, Uber'да, Яндекста сен ең бірінші кіргенде не көресің? Карта и машина. Көбі білмейді, ол өтірік машина екенін. Ана жерде жүгіріп жүрген олар Бәрі өтірік машина. Ол просто сенің мозгың тезірек түсіну үшін. Чтобы сен мозгың 3 секундта ага дейді да, и бірден уже жұмыс істей бастайды. Но бізде дәл сондай момент, мне отправить заявку и получить цены от свободных. Басады, көрсетеді қандай қалада екенін. Астана мысалы. Кімді іздеп жүрсіз? Кузовная работа, мысалы покраска, полировка керек. Көрсетесіз, выберите машину. Егер мен оны алдында таңдасам, ол уже менің гаражымда болады. Мысалы там Hyundai, я не знаю, Accent, там 19-го года, 1.6 мысалы. Жазасын, ана жерім сынды, былай болды, мынандай болды, бычыт болды. Фотосын отправить заявкуды басып қалсаң, бірден заявкаң кетіп қалады. Жаңағы ол сенен номер сұрайды да, сенің заявкаң кетіп қалады барлық СТО-ларға. Қазір көрсетем ол СТО-лар қалай сенің заявканы көретініңді. Қазір мен кабинетқа кіріп алайын. СТО-лар жаңағы кеткен заявканы бірден мына жерден көреді. Мысалы 32 заявка келді жаңа. Басады. Мне 2100 заявка. ғана ма әлде қалай? 32 заявка жаңа где-то наверное 20 минутқа шығар. Мне 2100 заявка. Активно соғылып отыр дейсің ғой машина. Мне 2100 заявка, әрбіреуінің қасында жалып тұр. Deo, Gento 2014, Honda Odyssey 95, мне Toyota Camry 99 жылы. Егер біреуі саған қызық болса, мне 23 минут бұрын, 21 минут, 18 минут бұрын, 11 минут басасын. Магнитола работает с перебоями и потом перестает звучать. Музыкально включено, звука нет. Toyota Camry қай жылғы. Егер саған қызық болса, басасын, предложить цену. Егер сенің ақшаң төленбесе, ол саған айтады, система платная дейді. Сен қанша дейді, ол саған айтады 15 мың. Басын 15 мың, сразу банковской картой. Все автоматизировано. Бізге звондамай-ақ, ты можешь оплатить, и саған жаңағы заказдың контактысы ашылады. Сөйтіп сен басқа заказды көресің. Мысалы, мне автозапчасти басып қалдым. Мне Land Rover, қандай машина дейді? Land Rover 2013 жылғы. Здравствуйте, нужен левый порог, ступенька на Range Rover, Supercharged, вин-код такой-то. Интересно, предлагаешь цену, он тебе говорит. Егер сен жаңағы ақшаны төлеп қойса, ол сразу Неге доллар? Ол жай не ғой, сен түсіну үшін, что речь идет по деньги. И если ты оплачиваешь, уже жаңағы немелердің бәрі доступный саған болады. Мне саған, мысалы, запчасти қанша заказ бар? 838 заказ бар, пожалуйста, берем. Но менің, мысалы, анкетам. Әрбір СТО-ның өзінің анкетасы болады, описаниесі болады, точка на карте, контактысы бәрі болады. Оценкасы, бағасы. отзыв. Тойдрайвер дәл сондай, қазір көрсетейін тойдрайверді. Тойдрайвер, егер адам той жасайтын болса, ол өзінің керек. Но, мысалы, мен, мне, создать новую заявку. Астана, кого ищем? Ресторан, банкетный зал. Сен, мысалы, бір тойдрайвердің бір жақсы жері, барлығына бірден заявканы жібере саласың. Сен, мысалы, фотографты отдельно іздемей, ананы отдельно іздемей, барлығын көрсеттің да, количество гостей, 200 адам, тілдер, можно на 2 языках. Описание, отправить заявку нажмешь, у тебя 10 заявок может создаться за 1 секунду. И тебе все фотографы все будут предлагать. С той стороны, жаңағы фотограф кімдер былай көрсетеді. Жұмыстары барлығы тұр, иә, ішінде? Иә. Мысалы, ведущий тамада, мысалы, мне бір заявка Алматыда түсті, иә. Дейді, ведущий тамада, свадьба, екі тілде до 50 человек. Қазір бәрі до 50 жүреді, өйткені карантин. Егер анкетамды көрейін десем, міне менің анкетам. Оның фотографиясы бар. Описаниесі бар жаңағы. Ой, нажал. Сен жұмысын өзіңе жұмыс болады дейсің ғой арасында. Я о себе, не жаздың жаңағы. Екі тілде, оплата карты, договор, шоу, программа, музыкальный аппарат. Мынау менің жаңағы отзывтарым. Карта 100%, 50% қалай түседі?
Егер картамен төлейтін болсаң, как с клиентом договоришься, сен біз арқылы төлемейсің, өзің қалай келсің, солай төлей бересің. Мына жерде менің жаңағы немелерім. Видео кейстарың, иә? Қанша команда жұмыс істейді осы 13 адам. проекттерде? 13 адам. 2 проект. Технарийлар бәріне жауап береді. 3 дивизион бар, жаңа Қалай разработка, бөлінеді негізінен? Маркетинг, IT, разработка, маркетинг и отдел продаж. отдел продаж. И жастарға да жаңағы айтатын бизнес ашатын. Ең бастысы разработчик емес, ең бастысы всегда продажа. Все работают ради продаж. Неважно, что ты скодировал. Егер ол сатылмаса, бәріне зря отырсыңдар ана жерде. Конечное действие ол ақша Всегда келу отдел болу. продаж. Все работают на отдел продаж. Отдел продаж это боги. Отдел продаж рынокта қалай вообще жағдай? Бізде магазин аралап жүрген, оған арақ сататын адамдардың бәрін отдел продаж деп санайды. Егер сен вакансия лақтырсаң, бәрі сондай бірдеңке деп ойлайды. Там, я не знаю, бір какой-то Қытайдың баттарын сататын бірдеңкелерді отдел продажник деп отыр. Отдел продажникті дұрыс түсінбейді. Негізі крутой продажниктар, олар құдайлар вообще. Крутой продажниктарды барлығы жақсы ақша табады, барлық бизнестің егерлері крутой продажниктер өздеріне алғысы келеді. Қаншама кітап бар. Бұл продаждың ғылым ретінде вообще мектепке енгізсе, мен вообще қолдау жүрдім. Әрине, өйткені даже бүйтіп отырған кезде, собеседованиеде отырған кезде сен өзіңді сатып отырсың ғой. Сен бір жұмыс жасаған кезде өзіңді сатып отырсың. Сен мұғалімге бүгінгі үй жұмысын айтып жатқан кезде сен өзіңді сатып отырсың. Қаншалық сен дайындалған. Жақсы баға. Кез келген нәрсе ол сату. И мысалы банально сату кәсіпкерлік па вообще? Әлде ол ішіндегі бір инструмент па жаңа? Сату кәсіпкерлік. Мысалы мен бір үлкен компанияларға металлмен айналысатын ролик түсірдім. Олар один из крутых компаний. Ең аяғында білсем, оларда 1 грамм металл жоқ. Оларда 1 грамм склад жоқ. Оларда просто 2 этаж крутой продажниктар бар да, который Россиядан логистиканы бәрін келісіп, ең лучший бағамен алып келіп береді осыны. Жаңа сен айтқан гипотеза тестілеудегі дейді ғой. Мебель ал, сат. Бізде мысалы мына заправкалардың бәрі, олар бензин жасайды ма? Сатады. Олардың бәрі сатады. Сол сияқты букингта, басқасы да. Бәрі. У Uber нет ни одной машины. Сендерде по сути сатумен айналысып. Бізде 100 граммда бірде СТО жоқ қой. Біз СТО-ларға клиент тауып береміз. Бізде 250 СТО бар, активно бізге төлейтін, жұмыс жасайтын. Бірақ біздің өзімізде СТО жоқ. Бізге не обязательно оны иметь. И когда СТО-щиктер сенен бір там қатты, бір дип бір нәрсе сұрап жатқан кезде, мен сразу айтамын. Короче, бізде офиста даже отвертка жоқ. Бізде мықты немелер бар, компаниялар. Крыша болсын, колеса болсын, 100 грамм, жаңағы той драйвер, найми. Қандай потенциал ақша жағынан? В среднем, немесе өзіңнің бір картинаң именно кәсіпкерлікті IT-ға алып келіп қосқан кезде X неше келеді одан? Негізі бұл вообще сұраққа сен IT-мен не үшін айналысасың? Сен IT-мен айналысасың масштаб үшін. Сенің IT-ң тез өсіп кетуі мүмкін. Ал өсу ол Қазақстанға ғана емес. Сен егер мына жақта модельді тексеріп алғаннан кейін, Қазақстанда кез келген модель тексеру оңай. Өйткені арзан. Ол модель сен тексеріп алғаннан кейін, болды осы Қазақстанда отырайық, Астанадан кейін Атырауға барайық, Семейге барайық деген. Зачем рынок маленький? Қазақстанда 18 миллион населения. Ты лучше в Индонезию уедь, там 225 миллионов. Рынок там. Хотя бы СНГ, да? Да. Сен жаңағы моделің жұмыс жасап тұрса, ақша әкеп тұрса, вот самый ең глупый это оставаться здесь. Вот честно, мүмкін бір мемлекетке жұмыс жасайтын біреу, бұл патриоттық емес, мынау дейтін шығар. Но негізі қазақстандық компания басқа шетелге шықса, масштабпен бұл экспорт қой негізі. Ол кәдімгі экспорт. Ол кәдімгі инвестиция. Мысалы қазір бәрі Беларусь, Украина компанияларда жақсы инвестиция жасайды ғой. Молодцы ребята, они понимают, что внутренний рынок маленький, надо выходить. И шынымен де, егер менің барлық тесттарым жақсы өтіп, жақсы жұмыс жасап жатсам, шыны керек, мен Семейге Атырауға баратындай қазір ойым жоқ. Мен лучше Риад, Саудовская Аравия шығып кетемін. Саудовская Аравия 19 жылы ашылды. Ол жақта машина көп, ақша бар, ешкім жоқ 19 жылы ашылғаннан кейін. Инвестормен қалай жұмыс жасайды осындай? Қарапайым студент, жандостың уровеніне жетті дейік. Қалай дәлше оған? MVP-дің бәрін өтті дейік. И қалай масштабироваться етемін? Бұл енді прям отдельный өзі бір ғылым шығар, инвестиция. Бірақ ең басты нәрсе айтатын, жігіттер көбінесе инвестицияны, жігіттер, қыздар бизнеспен айналысатын, олар ойлайды, қазір мен инвестиция алғаннан кейін өзіме машина сатып аламын. Все, заживем. Кадиллак. Иә. Онда емес.
инвестицияны сендерге ақшаны под управление беріледі. Сенің жаңағы проектің өсу үшін. Саған мысалы 500 мың доллар берсе, сен оның ішіне 100 мыңды алып шығамын да өзіме там жынды бір нәрсе сатып аламын деген нәрсе негізі ол дұрыс емес. Олай болмайды. Өйткені сен айтасың, мына сиыр маған сүт беріп жатыр дейсің, бір емшегін жұлып аласың. Или бір аяғын кесе аласың деген сияқты ғой. Сен айтасың, мына вещь қазір закачает, ол точно жынды болады. Значит, ақшаны шығармау керек. Иә, егер сен инвестиция алсаң, ол саған машинаға емес. Ол ақшаны сен банк счетына аударады, одан кейін сол ақшаға кәдімгідей өзің развитиеңді жасап, одан кейін көрсетесің, мен мына жаққа жібердім деп. Ал егер негізі ол даже бизнес жағынан дұрыс емес. Сен айтасың, мына тема ақша алып келеді, бұл темаға сену керек, бұл темаға ақша алып келеді, и өзің алып шығасың ол жақтан ақшаны. Дұрыс емес қой. Сондықтан сен егер оған сенсең, 100% сен. Окей, неге инвестиция туралы сұрадың? Раунд A деген сияқты бізде де бір идея бар. Жаңағы кәсіпкерлерге, бастауыш кәсіпкерлерге бір инвестиция 42.500 деген актуально ғой. Не істеуге болады 42.500-ге бастауыш кәсіпкерлерге гипотезасын қалай тестілеуге кеңес беруші едің? Қандай? Ол бизнестің түріне байланысты. Мысалға айт. Қандай бизнес? Мысалға мен қарапайым студентпін, жаңағы мебельный бір орындықтар сатқым келеді, немесе пуфиктармен айналысқым келеді, немесе мен лашмейкер қызбын, который сол 42.500-ге инструменттер алып, дальше оны жеткізгім келеді, рекламасына да барлығы басым қатып жүр. И Жандосқа келіп айтам, Жандос ағайын, не істеймін, менде 42.500 теңге бар. Екі способ бар, мен ойымша, мен қалай істеуші едім. Мен бірінші дәл жаңағыдай бизнесқа, жұмысқа болып кіруші едім, на любую зарплату. Кіруші едім да, внутренний процесстарды көруші едім. Қалай істеліп жатқанын, қаншаға привлекают, қаншаға жасап жатқанын, қай жерде ақша теряет, қаншалықты доход бар. Екінші жаңағы бағанада айтпақшы, лендинг жасаушы едім да, жаңағы пуфикті сатып алмай, қойма, заводить етпей, түк істемей, просто алушы едім да, даже бірде-бір пуфик сатып алмай, чисто сатушы едім пуфикті. Егер маған заказ түссе, предоплата түссе, бар жүрдім, магазиннен сатып алушы едім да, сатып жүруші едім. 20-сын осында егер сатып алсам, одан кейін уже оптым закупай. Зато сен білесің, реклама қанша тұрады. Қайдан келеді клиент? Пуфик қанша тұрады? Мысалы, сен 15 мыңға пуфик сатып алдың да, 17 мыңға сатып жібердің. Здесь сумма не важно, чтобы үстінде маржа үлкен болу керек. Главное, умеешь ты продавать. И вообще бұл адамдарға керек пе жоқ? Рынок істеп тұр ма, істемей тұр ма? Мен солай істеуші едім. Ол үшін 42.500 былайда жетеді. Не керек саған? Лендингті шынымен де 3 түн отыра тұршы. Қазір неше түрлі конструкторы бар, өзіңді жасай аласың. Просто жаңағы рекламаға 42.500 залей. Не серверға бір кетеді дейін 5000 теңге. Серверға саған керек емес сейчас. Домен, басқасы. Ну да, 3500 кетеді, все, достаточно. Окей, хорошо. Бастауыш кәсіпкерлерге өзін соңғы бір бастауыш кәсіпкерлерге айтатыным, вообще бастауыш олардың басында жаңағы 200 миллион доллар деген әңгіме жоқ, 1 миллион теңге деген әңгіме де жоқ, вот реально. Енді бастағысы келеді, бірдеңе істегісі келеді, или там жұмыстан кетіп қалды, немесе студент енді бітірді, немесе школьник. Онда мен оларға банальный нәрселер айтамын, типа, все возможно деген сияқты. Мен ойымша көбінесе біздің әке-шешелеріміз айтады ғой, сен бірінші оқуды бітіруің керек, одан кейін ең астына самый простой менеджер болып кіруің керек, одан кейін көтеру керек. Не обязательно все это делать. Ты можешь вообще мемлекетке жұмыс жасамауға. Ты можешь завести бизнес, если ты это делаешь правильно. Қазір мен ойымша интернет кезінде бәрі бар ғой. Қалай істеу керек екен, сен интернеттен оқи аласың. Сұрақ қоятын адамдар да бар ғой. Қазір мысалы опытный адамдар да бар. Просто сен оған жазған кезде дұрыс түсіндіріп жазсаң, осындай желанием бар еді. Сен ответ беру үшін саған қалай жазу керек? Сенен кеңес алу үшін саған жазғаннан кейін маған бірінші сразу айту керек, немен айналысайын деп жатырмын. Қандай рынок? Қазір именно узкое место дейді ғой, қандай проблемный жерім бар. Өйткені маған инстаграмға шыны керек көп жазады, но олар сразу кейс айтады да, маған бүйтіп жазады. Жандос, сізбен кездесейін деп едім, сұрайын деп едім. Сен айтасың, жақсы, сен осы жерге сұрақтарды жаз, мен саған айтамын. Жазған долго. Кездесейікші деп. Да, сен айтасың, сен Қазақстан рыногын өзгертіп, әлемге барып жынды бизнес жасайын деп жатсың да, бірақ жазуға саған уақыт жоқ, или долго. Сіз айтасың, слушай, менде уақытым бар, сенде уақытым. Ты давай вопрос напишешь, может, я тебе помогу. А по сути ол нәрсені жазып алғаннан кейін басқа біреуге переслать етуге болады. Конечно, жазғысы келмейді, оған лень да, жазған, ерінеді, и ол айтады, ол ұзақ жазу керек, давайте увидимся дейді.
ты почему мое время не чтишь, свое почему не чтишь? Вот Окей. сондай. Сондықтан адамға кез келген адамды можно заинтересовать. Ну напиши об этом правильно. Мен зерттедім, рынок осындай, анау осындай, мынаны істеп көріп едім, болмай қалды. Сізде қалай болды? Бірақ осындай. Көмектесіңіз, өйткені по стартаперски, по бизнесу, по джентльменски помочь easy. Все, рахмет. Барлығы мүмкін. Өздеріңіздің позиционированияларыңызды дұрыстап, главное, жаке деп емес, адам сияқты жазсаңыздар, барлығы мүмкін и дұрыс сұрақ қоя біліңіздер. Рахмет. Естеріңізге сала кетеміз, atameken.co платформасында бізде маркетинг бойынша, кәсіпкерлік бойынша, блогинг бойынша, барлық салалар бойынша тегін курстар бар. Сондықтан сілтемені қалдырып кетеміз, платформаға кіріп, бос уақытыңды дұрыстап пайдалан. Жалғастырамыз.